Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздерге әлемдегі ең әдемі жерлер туралы айтып береміз. Әрқайсысы өзіндік ерекшелігімен, тарихымен және сұлулығымен таң қалдыратын бұл жерлер саяхатшылардың арманы. Көгілдір мұхиттың жағасындағы аралдардан бастап, ежелгі қалалардың көшелеріне дейін, біз сіздерді бірге саяхатқа алып шығамыз. Дайын болыңыздар, біз әлемнің ең әсерлі жерлеріне сапар шегеміз. Мальдив аралдары, Үнді мұхитының көгілдір кеңістігінде шашырап жатқан инжу маржандар іспеттес. Бұл аралдар әлемдегі ең әдемі және танымал демалыс орындарының бірі. Ақ құмды жағажайлары, мөлдір суы, жайқалған пальмалар, бұл жерде табиғаттың барлық сұлулығын көруге болады. Су асты әлемінің байлығы да таң қалдырады. Түрлі түсті балықтар, маржан рифтері, теңіз тасбақалары, бұл жерде дайвинг пен снорклинг пен айналысу нағыз рахат. Мальдив аралдарындағы демалыс ұмытылмас әсерлер сыйлайды. Күнге малынған жағажайларда демалып, мұхит толқындарының сыбдырын тыңдап, табиғатпен бірге болыңыз. Париж, әлемдегі ең романтикалық қалалардың бірі. Ол өзінің әсем көшелерімен, тарихи ескерткіштерімен және ерекше атмосферасымен таң қалдырады. Эйфель мұнарасы, қаланың символы және әлемдегі ең танымал ғимараттардың бірі. Мұнараның биіктігінен бүкіл Парижді тамашалауға болады. Лувр мұражайы, әлемдегі ең үлкен және ең танымал мұражайлардың бірі. Мұнда әлем өнерінің ең үздік туындыларын көруге болады. Соның ішінде Леонардо да Винчидің әйгілі Мона Лиза картинасы. Сена өзені, Париждің жүрегі. Өзен бойымен серуендеу, қаланың сұлулығын тамашалаудың тамаша тәсілі. Парижде уақытты босқа өткізу мүмкін емес. Мұнда әркім өзіне ұнайтын нәрсені табады. Аризона штатында, яғни ақшта орналасқан Гранд каньон, әлемдегі ең үлкен каньондардың бірі. Оның ұзындығы 446 шақырым, ал тереңдігі 1857 метрге жетеді. Гранд каньон миллиондаған жылдар бойы Колорадо өзенінің эрозиясы нәтижесінде пайда болған. Каньон қабырғаларында жер қыртысының әртүрлі қабаттары көрініп тұр. Бұл оның геологиялық тарихын зерттеуге мүмкіндік береді. Гранд каньон ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген. Ол жыл сайын миллиондаған туристі өзіне тартады. Каньонға бару ұмытылмас әсер қалдырады. Оның кең ауқымы, әртүрлі түстері және керемет көріністері таң қалдырады. Киото, Жапонияның ежелгі астанасы және мәдени орталығы. Бұл қалада көптеген ғибадатханалар, бақтар және тарихи ескерткіштер сақталған. Киотодағы ең танымал ғибадатханалардың бірі Фушими Инари храмы. Бұл храм мыңдаған қызыл қақпаларымен әйгілі. Киото бақтары да өте әдемі. Олардың ең әйгілісі Рёан-дзи храмындағы тас бақ. Киотода дәстүрлі жапон мәдениетімен танысуға болады. Мұнда чай рәсіміне қатысып, гейшалардың өнерін тамашалауға болады. Киото тыныштық пен сұлулық орнаған қала. Бұл жерде жапон мәдениетінің рухын сезінуге болады. Сейшел аралдары, Үнді мұхитында орналасқан 115 аралдан тұратын архипелаг. Бұл аралдар өзінің әсем жағажайларымен, мөлдір суымен және ерекше табиғатымен танымал. Сейшел аралдарында әлемдегі ең әдемі жағажайлардың бірі орналасқан. Аққұм, көгілдір лагуналар және жайқалған пальмалар, бұл жерде нағыз жұмақтық демалыс күтіп тұр. Сейшел аралдары дайвинг пен снорклинг пен айналысуға тамаша орын. Мұнда су асты әлемі өте бай және әртүрлі. Аралдарда көптеген эндемикалық өсімдіктер мен жануарлар мекендейді. Сейшел аралдарында алып тасбақаларды, сирек кездесетін құстарды және басқа да қызықты жануарларды кездестіруге болады. Сейшел аралдарына саяхат ұмытылмас әсер қалдырады. Бұл жерде табиғатпен бірге болып, тыныштық пен сұлулыққа кенелесіз. Міне, біз сіздермен бірге әлемнің ең әдемі жерлерінің бірнешеуіне саяхат жасадық. Әрқайсысы өзіндік ерекшелігімен, тарихымен және сұлулығымен таң қалдыратын бұл жерлер саяхатшылар үшін нағыз құндылық. Бұл әлемдегі ең әдемі жерлердің тек бірнешеуі ғана. Әр адам өзінің жүрегіне жақын жерді таба алады. Ең бастысы саяхаттаудан қорықпау және жаңа әсерлер алуға ашық болу. Сіздерге қай жер ұнады? Пікірлерде бөлісіңіздер.